Қазақ ауыз әдебиетінің бір шыны шай жылысы жүрекке дауа, екі шыны ынтымақ достыққа жаға. Үш шыныдан кейінгі күлкі мен шат, әңгіме тарқатылар таусылмастан деген өлеңнен шайдың қазақ мәдениетіне судай сіңіп кеткен байқайсың. Ал осы шай қалай пайда болды? Оны бірге көрейік. Сіз ертеде шайдың қалай пайда болғанын білесіз бе? Шайдың алғашқы отаны Қытай болған. Зерттеушілердің айтуынша, шайды адамдар алғаш рет біздің заманымыздан бұрынғы 2737 жылы Қытайда қолданған. Аңыз бойынша, Қытай императоры Шэньнун қайнаған су ішіп отырғанда қасындағы ағаштың жапырағы суға түсіп кетеді. Сол кезде ерекше хош иіс шығып, суға дәм береді. Алғашында шай дәрі ретінде қолданылған. Шаршағанды басу, оды қайтару, ас қорытуға көмектесу үшін. Кейінірек 17 ғасырларда шай қазақ даласына да жеткен. Қызықты дерек, баяғыда шайдың қымбат болғаны соншалықты оны бір жылғыға айырбастап алған. Кішкене қорап шайға емес әрине, салмағы 50-60 келіге жететін кірпіштей тығыз жапырақ түйіршігіне. Қазақ даласында шай ішудің дәстүрі біртіндеп қалыптасып, 20 ғасырдан бастап қазақ даласының күнделікті тұрмысының ажырамас бөлігіне айналды. Шайдың тарихи орны ерекше болғаны соншалықты Қытайда шай мұражайы бар. Бұл мұражайда шайдың тарихын білемдеушілердің саны жылына 600 мың адамға дейін жетеді екен. Шайдың шығу тарихы жайында мәліметтің бір парасы осындай. Шай тарихы туралы біле жүріңіздер. Кезінде Жетісуға келген орыс саяхатшылары қазақтардың шайға деген ерекше ықыласын жаза кеткен. Олар қазақтар қонақтарға қымыз бермесе де шайсыз шығарып салмаған деп таңданған екен. Шай дастарханның жүрегі, әңгіме мен достықтың дәнекері. Сондықтан туыс туғандарыңызбен бірге жиі-жиі шай ішіп отырыңыздар.